Что, срываться? Нормально? Да, я сам посмотрю. Бля, вообще хуйня. Нормально сидишь, брат? Свет еще. Все самому придется всегда. Вообще бездарный ты оператор, бро. Без обид, конечно. Но вот по факту. Все, еще монтаж сам делает. Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін біз комплекс туралы сөйлесеміз. Қазақшалап кешен деп айтқан кезде құлағымызға бір түрлі естіледі. Бірақ комплекс деген сөзге бәрін үйреніп алған шығарсыңдар. Бірақ комплекстің басқа да қолданыстары бар. Допустим, комплекс на обед, жилой комплекс деген сияқты күн сайын естіп жүрген сөздерім бар. Бүгін психологиялық комплекс туралы сөйлесеміз. Демек, психологиялық комплекс дегеніміз ол бір проблема емес. Олардың жиынтығы. Бірнешеу или одан да көп. Біз әртүрлі адамдардан комплекс деген не деп сұрақ көрдік. Қызығы олар әртүрлі жауап берді. Оған қоса өздерінің комплекстарымен де бөлісті. Байқағанымызша, олардың барлығында бірнеше ортақ нәрселер бар. Қазір соларға тоқталамыз. Сәлем, менің есімім Маружан. Бүгін комплекстер туралы айтқым келіп тұр. Жалпы комплекс деген не деген сұрақ. Комплекс деген ол сен ұялатын нәрсе. Яғни сен біреуге көрсетуге ұялатын, немесе біреу көріп қалса ұялатын зат. Ал менің комплекстерім қандай? Менікі қазір өзімде бар комплексім ол орысша дұрыс сөйлей алмауым. Яғни дұрыс сөйлегенде произношением бәрі жақсы, бірақ ойымды жеткізе алмаймын, және де еркін әңгіме құрай алмаймын адамдармен, немесе таза орыс тілді адамдармен. Менің өмірімдегі ең алғашқы комплекс мектеп жасында, қателеспесем 5-6 жасында болды. Мен мектепке ерте бардым. Тиісінше өз жасымдағылардан өте кішкентай едім. Апайдың алдында отырып, дышыда ең соңғы тұратын мен қоймай, менің сыныптастарым маған көп тиісетін. Сосын бір күні мен сабақтан жылап келдім. Отырып алып, папама жалып жасадым. Неге мен кішкентаймын? Неге мен осылай жасайды деген сияқты. Сосын папам барынша түсіндіруге тырысты. Одан түк шықпайтынын біліп, мені поликлиникаға скринингке алып барды. Біз гормондарды тексердік, рентгенге түстік. И барлығы дұрыс екенін қағаз жүзінде папам түсіндіріп берді. Тиісінше қазіргі уақытта мен қазірдің өзінде кішкентаймын және ол үшін ешқандай ұялмаймын. Бірінші, адамдар өздерінің комплекстерінен міндетті түрде қысылады. Точнее, адамдар өздері қысылатын нәрсе ғана олардың комплексі болады. Келесі комплекс түске байланысты. Мен стоматологтардан қатты қорқатынмын, бірақ консультация алып, дайындалып жүрген едім. Сонымен мынандай оқиға болды. Бір бала таныспақшы болды. Бір айтты, екі айтты, үшіншісінде мен нақты айттым, жоқ, мен сенен таныспаймын деп. И сол кезде маған қарап тұрды. Лучше сен өзің қисықтысыңды жөндеп алшы деді. Шынымен маған ол нәрсе қатты ауыр тиді. Ол екінші комплексім, ол менде болған комплекс, бірақ қазір жоқ, ол тісімнің қисықтығы. Екінші комплекс неден пайда болды? Болған комплекс, яғни тісімнің қисықтығы, ол менде енді сен күнде айнаға қарайсың, күлесің, өзіңнің қандай екеніңді көресің, және де ол күлген кезде мысалы тез суретке түсе алмайсың да, себебі там қисық екені бірден көрініп білініп тұр, және де ол саған ұнамайды. Сондықтан одан ұялатын болдым мен. Екінші критерий, ол нәрсе адамның өзіне қатысты болуы керек. Өзінің тұла бойына, түр әлпетіне, салмағына, білмеймін, терісінің тазалығына, біліміне, киіміне деген сияқты әртүрлі нәрселер болуы мүмкін. Үшінші белгісі, комплекс әрдайым кемшіліктерге қатысты болады. Кемшілік барлығына ортақ кемшілік болып көрінбеуі мүмкін, бірақ именно осы адам үшін кемшілік болып көрінуі мүмкін. Даже біз супер әдемі модельдердің өзі олардың сырт келбеті үшін, түр әлпеті үшін қысылатынын білдік. Және бұл өте қызық ойға алып келді. Демек, бұл адамдар өздерінің әдемі емес болғаны үшін емес, әдемі емеспін деп ойлағаны үшін комплекс ұстайды.
Қарашы бро, қандай қыз тауып алып. Бля, вроде солидный қыз, бірақ күйеу болған үстіне. Еще что-то, ну, примерно, явно 12 килограмм тастаса, нормально сосочка болады. А так, ну ладно. Төртінші, және менің ойымша ең басты белгісі, ол әркез объективті емес. Даже көп жағдайда субъективті. Супер субъективті. Әдетте, адамдар өзінің жұмысына, қабілетіне қатысты қойылған бағаларды өзінің жеке тұлғасына қабылдайды. Яғни, сенің сағатың әдемі емес екен деген нәрсе, сенің вкусың жоқ деген сияқты көрінеді. Немесе, сен бір нәрсені дұрыс жасамадың деген сөз, сен жай ғана қабілетсізсің дегенді білдіреді. Қача, жай ғана қазір дұрыс жасамадың деген болуы мүмкін. Или там погода дұрыс болған жоқ, или там, білмеймін, Wi-Fi дұрыс істеген жоқ. Дегенмен, бұл нәрсе әркез қате бағалаудан емес, шын мәнінде кейбіріміз адамдардың қабілетін немесе жұмысын бағалаудың орнына оның жеке бағасына қатысты бағаларды айтып өтеміз. Ол әсіресе біздің мектепте көп орын алады, және бұл адамдардың тікелей самооценкасына тиіседі. Әсер етеді. Так, балалар, бүгінге бағаларымызды қоямыз. Так, Махамбет, саған 2, естесің. Шашынды алып жүрмейсің бе? Сен қызсың ба, жігітсің ба? Қараш Қасымовқа. Вот Қасымовқа бес, Қасымов молодец. Бала кезден сенің достарың тым толықсың десе, мұғалімің тым ақылсызсың десе, үйдегі мамаң тым жалқаусың деп айтатын болса, бұл сенің қалыптасуына және психологиялық сау емес болып өсуіңе алып келеді. 100%. Прям точно-приточно. Бір қызығы, бұл бағалар әрдайым нашар болғаны үшін біздің самооценкамызға тиіспейді. Как раз таки әртүрлі бағалар, тіпті жақсы бағаның өзі бізге жаман әсер етуі мүмкін. Ол әсердің нақты қалай тиетінін біз болжай алмаймыз, бірақ қалай қабылдайтынымызды, өзіміздің қалай қабылдайтынымызды шеше аламыз. Демек, кез келген баға біз ойламағандай әсер етуі мүмкін. 2 алса, вау, мен сондай ақылсызбын, тупоймын деп ойлауы мүмкін. 5 алса, вау, мен бұл 5-ті жолым болып кеткен үшін алдым деп ойлауы мүмкін. Немесе, енді мен 5 алмасам, келесі жолы мама мені жақсы көрмей қалады деуі мүмкін. Болмаса, мен уже әрдайым 5 алу үшін оқуым керек деген болуы мүмкін. Синдром отличника дегенді Google етіп алыңдар, примерно сол диагнозға апару мүмкін. Егер сен орташа баға алып жүрсең, онда сен әрдайым біліп жүресің. Сенен де жақсырақ адамдар бар, сенен төмен адамдар бар, және сен ең мықтысы емессің деген нәрсе. Ну, как раз бұл да сенің, возможно, мотивацияңа әсер етуі мүмкін, возможно, самооценкаңа да әсер етуі мүмкін. Шынында проблема 2 нәрседен туындайды деп айтсақ болады. Ну, именно бағалауға қатысты. Бірінші, бағалау әр адамда әртүрлі болатыны үшін әркез біз өзімізді басқалармен салыстыруға бейіміз. Екінші, в принципе, бағалау дегеннің өзі проблема. Өйткені, қазіргі біздің бағалау жүйеміз, ол біздің қателіктеріміздің санына негізделген. Неғұрлым көбірек қате болса, соғұрлым нашар бағаламыз. Неғұрлым аз қате болса, соғұрлым жақсы бағаламыз. Бұндағы жалғыз жол ол қателеспеу, ал қателеспеудің жалғыз жолы ол еш нәрсе істемеу. Сондықтан біз әркез демей-ақ қояйын. Сондықтан кейбір адамдар кейбір уақытта бір нәрселерді істеуге, бастауға, жалғастыруға қорқады, өйткені қателескісі келмейді. Өйткені адамдар, мұғалімі, мамасы, бастығы, достары сол қателіктің кесірінен оны бағалайды, бағасын түсіреді. Өмірде 2 алғысы келетін ешкім жоқ, сондықтан лучше істемей-ақ қояйын деген логика бар. Қисын бар. Яғни, бір нәрсе істемесең қате жоқ болса, проблема да жоқ. Жасыл қалам деген әдіс бар. Бұны балаларды оқыту кезінде қолданады. Шалва Амонашвили деген мұғалім бір күні кішкентай қыздың жауап отқан байқайды. Неге жауап отсың, ботақан деп сұраған кезде айтады. Блин, менің дәптердің барлығын апайым қызыл пастамен бояп тастады. Как будто сондай бір ощущение болып тұр, что мұғалімдер тек қана қатені көретін сияқты, тек қана қатені іздейтін сияқты, және соны ғана байқайтын сияқты. Шалва деген кісі ойланып қалады.
вау, мына қыз шынымен дұрыс айтып жатқан сияқты, неге біз адамдардың қатесіне мән береміз, хотя оның дұрыс жазған көп нәрсесі де болса, 90% дұрыс және 10% қате болса, біз именно сол қателіктерді бояп көрсетеміз. Қара, сен осындай қате жасапсың, бұл жаман деп көрсетеміз. Сонда бұл адам, жаңағы қыз, сол сенің кішкентай болса да қателікті көрсеткеніңді негативпен қабылдайды, хотя ол кішкентай болса да. Жалпы өте қызық. Және былайша қарасақ, қисынға қонымды әрекет жасайды. Енді біз жасыл қаламмен оқушының дұрыс әрекеттерін, дұрыс шешімдерін, тапсырманы орындаған кездегі дұрыс моменттерді бөліп көрсетеміз. Вот қара, мынау сенің ең керемет орындағансың. Мына тапсырманың осы тұсын керемет жасап шығыпсың. Мен сені мақтан тұтам, красавчик деп жазып қояды дәптеріне. Сонда осы оқушылардың үлгерімі де, психологиялық денсаулығы да, жалпы самооценкасы да жақсы болып өседі. Дегенмен бір сұрақ қалып қояды. Сонда біз қателіктерді білмесек, оларды қалай жеңеміз? Олармен қалай күресеміз деген сұрақ болады. Мәселе бұнда емес. Екі пункт. Біріншісі, біз қателіктерді білмеуіміз керек деген сөз емес, бірақ оларға акцент қоймауымыз керек деген сөз. Акцентті көбіне позитивке және біздің мықты жақтарымызға, біздің дұрыс жақтарымызға қою керек және соларды дамытуға тырысу керек. Оларды дамытқан сайын қателіктер өздігінен азая береді. Екінші, қателік функция ретінде өзі жоғалып кетпейді. Қателіктің өзі бола береді, қызыл паста бола береді. Как раз осы мұғалім оны өзіне қолданады. Оның партасында оқушылардан бөлек өзінің қызыл пастамен жазылған дәптері болады. Ол осы оқушылардың жіберген қателіктерін өзіне жазып алады. Оның логикасы бойынша оқушылар бір нәрсені түсінбесе, оқушылар бір нәрсені жасай алмайтын болса, демек бұл мұғалімнің қатесі. Логично? Мұғалім өзі жұмысында жіберген қателіктерді өзінің дәптеріне жазып алады да, сол арқылы өзі қатемен жұмыс жасайды. Вроде барлығы қисынға қонымды өте қарапайым жолдар, бірақ бұл әдісті біздің мектептерімізге неге енгізбей жатқанын білсем бермасын. Сен білесің ба, бро? Сен де білмейсің ба? Вот, білсең астына жазып кет, бро, комментарийге. Көп адамдарды тыңдап, комплекс барлық адамда бола ма, әлде кейбір адамдарда ғана бола ма? Әлде комплексі жоқ, суперский адамдарда бола ма деп ойлап қалдық. Бірақ тағы бір ойланып келе, бұл сұрақ соншалықты маңызды емес сияқты болып көрінді. Шын мәнінде маңыздысы ол сенің өзің. Сенің комплексің бар ма, жоқ па дегенде емес мәселе. Сен сол комплекс бар болса, оны қалай қабылдайсың? Оған көзқарасың қандай болады? Сен соның кесірінен үйден шықпай отыра бересің ба, жаңа бір нәрсені бастауға қорқып жүре бересің ба, әлде все-таки оны қабылдап, онымен бірге жұмыс істеп, онымен бірге өсуге дайынсың ба? Парадокс. Қазір орысша әдебиет көп көңіл бөліп жатыр. Орысша кітаптар оқып, орысша классика, басқа тағы шетел әдебиеттерінде орысша оқып жатырмын. Олар менің сөздік қорымды байытуға көмектеседі деп ойлаймын. Енді кейбір сөздерді естіме түскен кезде мен мынандай сөз білемін ба деп таңғалып қаласың. Бұрынғыдай кішкентай емеспін ғой, папама барып жылап, жалып айтатын. Ертесіне бардым да стоматологқа бір күнде астында үстінде қойдырып алдым. Негізінде ол дұрыс емес екен, оның зардабын әлі де өзім шегіп жатырмын, сондықтан не советую. Бірақ тіске байланысты комплексімнен толық арылдым десем де болады. Өзінің комплекстарын қабылдап, онымен бірге өмір сүруге дайын болған адам бұл комплекстардан арылады. Так, екінші комплексім, яғни бұрын болған тісімнің қисықтығымен мен брекет салу арқылы күрестім. Тісім мен қалағандай түзелді. Одан кейін ол комплексім кетті, бірақ сол тісімнің түзелу барысында мен оның бір айтарлықтай комплекс емес екенін де түсіндім. Бойым ұзын деп бүкірейіп жүретін, бойым қысқа деп каблукпен жүріп өзін хронический варикозға алып баратын, комплексті қайтадан тудырып алатын жағдайлар өте көп қоғамда, жалпы өмірімізде. Сондықтан да кейбір өзгерте алатын нәрселер болса, өзгертіңіздер. Немесе өздеріңізді дәл сол қалпында қабылдаңыздар. Комплекс ол ұят емес. Парадокс. Оны қабылдасаң ғана
одан құтыласың. Былайша айтқанда, комплекстен құтылу үшін комплекстен құтылуға тырыспау керек. Солған. Чё там, бро? Ұнап жатыр ма? Ондай болса, пожалуйста, осы каналға жазылып, комментарий жазып қойшы, ертең диар жылайды әйтпесе. Біз енді осындай нәрселерді түсіруге тырысып жатырмыз. Но келесіде мынаны ешкім көрмесе, ешкімге қызық емес болса, кім үшін оның бәрі? Так что, бля, заебом шықса да деп айтқым келіп тұр, бірақ неуместно, да? Ну это да. Да я понимаю, ты абьюзер. Так что бізге көмегің болсын, давай жазылып қой. Көп сұрап отқан жоқпыз ғой, да? Нормально же? Да. Все, нормально. Ну и донаты. Донат бар ма бізде? Окей. Я шутишь. Шутка екен. Келесі жолы.